Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода нағыз актуальный салат, ешқашан модадан қалмайтын осындай керемет ашты салаттың рецептісін көрсетемін. Кез келген той, жиын болсын, ресторан болсын, осы салатты көресіздер. Міндетті түрде осы мен көрсеткен рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Салаттың құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Ең алдымен етімізді осылай ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Мінекей осылайынан турап алдық. Енді 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық соя соусынан құямыз, және де 2 немесе 3 ас қасықтай осындай оливки масланы құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Келесі қиярымызды осылайынан 2 бөліп, видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзын етіп, бірақтан да осылай қиғаш етіп кескен өте әдемі көрінеді. Міне видеода көріп тұрсаңыздар, дәл осылайынан барлығын кесіп аламыз. Енді 1 дана сәбізімізді осындай теркадан өткізіп аламыз. Міне сәбіз бен қиярымызды турап дайындап алдық. Енді бетіне 1 шай қасықтан тұз сеуіп жақсылап араластырамыз. Өзінің тұзы сіңіп, және де түбіне суы шығады. Келесі цветной болгарский перецті осылайынан ұзын етіп турап аламыз. Мінекей барлығын турап дайындап алдық. Келесі 2 дана чесногымызды майдалап тураймыз. Одан кейін 1 дана помидорымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзын етіп турап аламыз. Енді укроп немесе кинзаны осылайынан майдалап турап аламыз. Келесі 1 дана пиязымызды турап дайындап аламыз. Міне барлығын турап дайындап алдық. Енді салатымызды жасаймыз. Осындай үлкендеу табаны қыздырып, алдыңғы етімізді салып қуырамыз. Ешқандай да май құймаңыздар. Егер де аз болып жатса, шамалы 1 қасықтай қоссаңыздар болады. Көп қоссаңыздар, салаттарыңыз өте майлы болып кетеді. Енді жай отта 10 минуттай бұқтырып, қуырып аламыз. Қатты астын қоймаңыздар. Жай отта тұрғаны жақсы. Етіміз жақсылап қуырылғаннан кейін 1 дана пиязымызды қосамыз, және де дәміне қарай кориандр, паприка, және де осындай ашты перецтен жарты қасықтай қосамыз. Алдыңғы чесногымызды салып, жақсылап араластырып 5 минуттай қуырамыз. Егер де сіздерде кәдімгі ашты болмаса, соның молотый түрін алып қоссаңыздар болады. Келесі бізде қияр мен сәбіздің согын осылайынан бөлек ыдысқа құйып аламыз. Енді барлығын үлкендеу ыдысқа біріктіріп саламыз. Ең алдымен қияр, сәбіз және де қызанақ, укропымызды саламыз. Ал бізде цветной болгарский перецімізді қуырылып жатқан еттің үстіне саламыз. Мінекей бізде пиязымыз шамалы қуырылды. Енді болгарский перецті қосып, тағы да 2-3 минуттай қуырамыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ, езіліп кетеді. Шамалы 2-3 минуттай тұрса болды. Мінекей дайын болды. Енді алдыңғы қиярымыздың үстіне біздегі осы табадағы барлық қуырылған етімізді майымен қосып саламыз, және де қалауыңыз бойынша күнжуттан 1 қасықтай қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған салатымызды тарелкаға әдемілеп саламыз, және де бетіне күнжуттан шамалы себеміз. Сол кезде өте әдемі болып көрінеді.
Мінекей қыздар, осымен біздің ашты салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай да қиындығы жоқ. Барлығы өте оңай жасалады. Құрметті қыз-келіншектер, видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар, және де астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.